Ұлтымыздың қалыптасуы ұлттық сананың бастаулары арғы түркі заманына терең тарих қойнауына жетелейді. Сол себептен осы түркі тілдес халықтардың туыстығы мен бірлігін айшықтайтын тарихи мәдени ортақ жазба мұраларды бүгінгі күні бір арнада зерделеуге назар аударылды. Түркі өркениеті оңтүстік және солтүстік екі бөлікке бөлінеді. Оңтүстігін ұйғыр, өзбек мәдениеттері құраса, солтүстік бөлігін қазақ, қырғыз, басқа да Орта Азия халықтары құрайды. Солтүстік бөлігі өркениеттің негізгі тірегі болса, оңтүстік бөлігі сол мәдениеттің жетілдірушісі болып табылды. Екі бөлінген ұқсастықтар көп болды. Мысалы, тұрмыстық заттарында, аспаптарында, өмір сүру үлгісінде бірдей тұстары кездесіп жатады. Тіпті түркі мемлекеттерінің туларында да ұқсастықтар аз емес. Осыған байланысты түркі тектес ұлттардың ата-баба құндылықтарына жекелі тоқталатын боламын. Ең бірінші, түркі халқының салт дәстүріне, соның ішінде жас жұбайлардың үйлену рәсіміне кеңірек тоқталамын. Қазақтар сияқты түріктер де құда түсу салты бар. Қыздың келісім бермеуі жігіт үшін үлкен сынақ. Сол себепті жігіт қыздың ойын білу үшін алдын ала алма беріп жібереді. Қыз көнген болса, жауап ретінде өз орамалын салып жібереді. Алайда, екі жастың қосылуы тікелей әкенің қолында. Ұлдың әкесі туыстар арасынан 2-3 сыйлы азаматтарды ертіп, қыздың әкесіне жолығып, дастархан басында келген шаруасын айтады. Түріктер арасында қыз жағы іштей келіскенмен әдеп сақтап, бірден келісе салмау салты бар. Қызым тым жас дегенді тілге тиек етеді. Жігіт жағы үшінші рет келгенде ғана өз келісімдерін беріп, батасын береді. Ризалық белгісі ретінде жаңа құдаларға сый-сияпат көрсетіп, дастарханға палау, халва, шербет қояды. Ал соңында қалың мал мәселесін шешіп, үйлеріне тарқасады. Үйлену тойына дейін жігіт қызға жүзік, сақина, орамал, тағы да басқа сыйлықтар жіберіп тұрады. Қалыңдық жігіттің сыйлаған жүзігін саусағына салып, нишанлы, яғни некесі қиылған болып саналады. Жаулық салып шашын жібермей, явуклу, яғни ұзын етекті киімдер киіп, ашық-шашық жүруді қояды. Той болардың алдында қалыңдықтың қол аяғын қынамен бояйды. Қыз хынала аталады. Той күні жігіт қалыңдығына айна мен тәтті тарту етеді. Тәттіні сыйлауы алдағы өмір тәтті болсын дегенді, ал айнаны ұсынуы қалыңдықтың қуаныштан нұрланған ақ дидары әрдайым сұлу қалпын сақтасын дегенді білдіреді. Той әсем әнмен, тойлы дастарханмен жалғасып, балуандар күресі, ат жарысы сияқты ұлттық спорт түрлерін өткізумен аяқталады. Түріктер әйел тәрбиесіне қатал қарайды. Келін жігіттің ата-анасына, оның туыстарына бағынышты болады. Олар өз қыздарының ар-намысы таза болуын қадағалайды. Түріктер қыруар қалың мал төлегендіктен әйелінен ажырасатындар өте аз. Оларда күле деп аталатын салт бар. Ол бойынша күйеуі ажырасқан әйелмен қайта түтін түтеткісі келсе, әйел ең алдымен екінші рет жалған түрде күйеуге шығады. Жас жеткен қарияларға тұрмысқа шығып, кейін ажырасқан сияқты керекті құжатын толтырып барып, өзінің заңды күйеуіне қайтадан қосылатын дәстүр бар. Түріктің әйелдері ер азаматтың алдын кесіп өтпейді, басып озбайды. Бөтен еркекке өздігінен бірінші болып тіл қатпайды. Түрік ұлтының арасында қанға қанмен жауап беру салты сақталған. Оны түрікше кангюпме деп атайды. Бұл салт бойынша кешірім беру мүлде жоқ. Құн бергенге келіспейді. Алайда кінәлі тарап қыздарын беру арқылы ғана қанды кекке тоқтау сала алады. Қонақ жайлылығынан қазақтан кем түспейтін түркі ұлты үйіне келген қонақты жоқ дегенде бір кесе шай ішкізбей жібермейді. Қазақтармен бірге өскен түріктер арасында наны ауыз тию салты да қалыптасқан. Алғыс айту, кешірім сұрау қарапайым түркі ұлтына тән қасиет. Осымен бабалар өнері танымдық сағаты өз мәресіне жетті. Түрік бауырластарымыздың басқа да әдет ғұрып, салттары жайлы келесі жобамызда жалғасын табатын болады. Жобада кездескенше сау болыңыздар.